негізгі бүгінгі конституция жобасы біздің көңілімізге қонып, ертеңгі күні алдағы болатын референдумға өзіміздің даусымызды береміз деп отырмыз, және өзімнің осы қоғамдағы барлық қоғам мүшелерін осы саяси науқанға қатысуға шақырамын. Бұрынғы конституцияның кезінде айта қаларлықтай біздің егемендік алған кездегі еліміздің дамуына, тұрақтылығына қызмет етіп, соған үлкен рөл атқарған болса, заманның өтуіне қарай адамның талабына байланысты, геосаяси жағдайларға байланысты қоғамның талабы өзгере бастады. Сол сияқты адамдардың осындай пікіріне, қоғамның сұранысына қарай жаңа конституцияның жобасы қазір үлкен талқыланып жатыр. Оның ішінде адамның құқығы, білім мен ғылымға өте көп назар аударылып, цифрландыру мәселесі, сонымен бірге еліміздегі бірлік пен ынтымақты нығайту мақсатында үлкен осындай өзгерістер бар. Бұл біздің қоғамымыздың әрі қарай жақсы бағытқа дамуына өзінің үлкен үлесін қосатын жоба болғандықтан барлықтарыңызды осы жобаға дауыс беруіңізді шақырамын.